Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз қазақ поэзиясының алып тұлғаларының бірі Ілияс Жансүгіровпен сұхбаттасып, оның ең әйгілі шығармаларының бірі «Құлагер» поэмасы төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ілияс аға, подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет, қызым. Ұлттың сөзін сөйлеп, зарын жырлау мен үшін өмірлік мұрат болды. Қаламымды қолға алғанда алдымен халқымның мұңы мен қуанышы көз алдыма келетін. Сізді қазақтың жыр дүлдүлі деп бекер атамаған. Ал «Құлагер» поэмасы қазақ поэзиясындағы шоқтығы биік туындылардың бірі. Бұл шығарманы жазуға не себеп болды? Құлагер жай ғана тұлпар емес. Ол еркіндіктің, сұлулықтың, әділеттің символы. Ақан серінің жан серігі Құлагердің өлімі арқылы мен қоғамдағы іштарлықты, рухани күйреуді жеткізгім келді. Бұл қазақтың трагедиясы. Ақан сол трагедияның үнін естірткен ақын. Ақан сері сіздің шығармаңыздың басты кейіпкері. Оны сіз қандай образда жасадыңыз? Ақан тек әнші, ақын емес. Ол рухы биік, жан дүниесі нәзік адам. Ол үшін Құлагер дос, серік, тіпті жалғыз тірегі. Құлагердің өлімі ақанның ішкі әлемінің күйреуі. Мен оны поэмада тек тарихи тұлға емес, ұлттық сана өкілі ретінде көрсеткім келді. Оқырман поэмадан Ақанды да Құлагерді де шынайы кейіпте көре алады. Кейіпкерлер жүйесі өте анық берілген. Ал сіздің авторлық бейнеңіз осы шығармадан қалай көрінеді? Мен бұл шығармада автор ретінде шет қалмадым. Әрбір жоқтауда, әрбір шолақ қайғыда менің де үнім жатыр. Құлагердің өлімінде мен қазақтың ар намысының жығылғанын сездім. Сондықтан поэмада автордың көзқарасы мен стилі тұтасып жатыр, ашық, шыншыл, әрі поэтикалық. Керемет. Сіздің поэмаңыз оқырманды терең ойға жетелейтін туынды. Соңғы сұрақ, бүгінгі жас ұрпаққа не айтқыңыз келеді? Қалам қару емес, бірақ одан өткір дүние жоқ. Жастар өз елінің тарихын, рухын тануға ұмтылсын. Құлагер өткеннің ғана емес, бүгінгі шындықтың да айнасы. Еркіндік пен әділетке адал болыңдар. Рахмет сізге, Ілияс аға. Бұл біз үшін үлкен тағылым. Құрметті тыңдармандар, сіздерге тапсырылған мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші деңгей сұрақтары. Бірінші сұрақ, подкаст тақырыбы қандай? Екінші сұрақ, бұл подкастта кімдер әңгімелесіп отыр? Үшінші сұрақ, Құлагер поэмасының авторы кім? Төртінші сұрақ, автор поэманы кім туралы жазған? Бесінші сұрақ, Құлагер қандай кейіпкер ретінде сипатталады? Алтыншы сұрақ, поэманың басты идеясы қандай жағдаймен байланысты? Жетінші сұрақ, Ілияс Жансүгіров бұл шығарманы жазуда неге түрткі болғанын айтады? Сегізінші сұрақ, автор поэмада өзін қалай көрсеткенін атап өтті ме? Екінші деңгей сұрақтары. Бірінші сұрақ, Ілияс Жансүгіров Құлагерді неліктен еркіндіктің символы деп есептейді? Екінші сұрақ, автор Ақан серіні қандай тұлға ретінде бейнелеген? Үшінші сұрақ, Құлагердің өлімі Ақанның ішкі әлеміне қалай әсер етті? Төртінші сұрақ, поэмадағы авторлық үн қалай көрінеді? Бесінші сұрақ, Құлагер өткеннің ғана емес, бүгінгі шындықтың да айнасы дегенді қалай түсінесің? Алтыншы сұрақ, автор жастарға қандай өсиет айтты және оның маңызы неде?